Ассалаумағалейкум, қадірлі өнер сүйер, жыр сүйер қауым. Бүгін Асқаралы Алатаудың етегіндегі әсем қала Алматының төрінде тағы да бір ән әлемінің, тағы да бір жыр әлемінің керемет кеші болмақ. Бүгін осы кешке алтын уақыттарыңызды бөліп, әдемі көңіл күймен келіп, бүгінгі біздің мерекемізді бірге атсалысып атап өтуге келген қадамдарыңызға гүл бүссін деп өзімізге өзіміз бірді қол шапалақ ұрып қояйық, қадірменді ағайын. Талай қазақ өнерінің, қазақ мәдениетінің, қазақ әдебиетіне еңбек сіңген тарланбоздарымыздың табанының табы кеппеген осы бір киелі сахнада талай әншілердің, талай жыршылардың концертінің тұсауы кесілген. Бүгінде біз қазақ өнерінде өзіндік орны бар үлкен азамат бауырымыз Әл-Фараби Бегарысұлының керемет кешіне келіп отырмыз. Олай болатын болса, қадірлі ағайын, бүгін өздеріңізге деген ыстық ықыласын, ағадал пейілін арқалап келіп отқан әнші, сазгер, ақын ұлдарыңыздың кеші тағы да құтты болсын. Қазақта әдемі сөз бар, ұстаздан шәкірт осы игі деген. Ендеше Әл-Фараби Бегарысұлының ұстазы, қазақ өнерінде өзіндік орны бар әдемі сұлу, өнерлі қыздарыңыз, әнші, сазгер, осы кештің ұйымдастырушысы Роза Әлқожа қыздарыңыз да ең алғашқы қадамын дәл осы сахнадан бастаған. Сондықтан да ұстазының ізгі әдемі жолымен бүгінде Әл-Фараби өзінің әдемі кешін осы сахнадан бастамақ ниетте. Мен ортаға Әл-Фарабидің ұстазы, әнші, сазгер Роза Әлқожаны шақырым келеді. Армысыздар, қымбатты көрермендер, бүгінгі кешке қош келдіңіздер. Бүгінгі кеш қазақ ән өнерінің кеші, өйткені Әл-Фараби бір ғана жердің, бір ғана елдің баласы емес. Бұл қазаққа аманаттап кеткен сондай ерекше тағдырлы ұл. Маған көптеген сұрақтар қойылып жатыр. Неге кеш жасап жатырсыз? Неге танымал емес, әлі еңбек етпеген жігіт қалай Алматыға кеш береді деп. Мен өзім дәл осы сахнада алғашқы кешімді өткізгенмін. Қазаққа белгілі азаматтар Жарас Сәрсек, Бақыт Беделхан деген ағаларымыз сондай ақыл берген. Бұл сахна біреулерге кішкентай сахна болуы мүмкін, бірақ бұл жердегі қуат, бұл жердегі шуақ, бұл жердегі әруақ бөлек. Бақыт Беделхан ағамыз айтады, қазақтың қара шаңырағының әрбір қабырғалары сөйлейді деп. Бұл жерде ұлы жазушылардың табанының ізі қалған, шерағаңдардың сыры қалған, мұңы қалған қасиетті шаңырақ. Осындай шаңырақта әруақты ұл арқалансын, сіздерге бір өзінің өнерін көрсетіп, ақ батасын алсын елдің. Сосын ары қарай қадамын нық бассын деп әдейі бүгінгі кешті жасап отырмыз. Дәл осы жерде менің кешімді Мақпал Жүнісов апам ашып беріп еді. Мен бүгін Фарабидің кешін өзім ашып жатырмын. Өйткені Әл-Фарабидің ең бірінші «Найзағай көңіл» деген ән ұнады маған. Қашанғы бұлттай жабырқай берем, жарқ етейінші найзағай болып деген әнді естіп, осы әнді кім жазды екен, бұл неге бұлай жазды екен деген ой туды. Төреғалидың айтып жүрген нұсқасы емес, Үктай Ерниясовтың айтып жүрген нұсқасы. Бұғаулы қолмен бұзып шығармын, шойын қақпалы тағдыр қамалын деген теңеулер ұнады. Осы сөзді жазған кім екен деген сұрақ туды. Содан енді өзімізде автор болғаннан кейін бізде көбінесе әнші аталып жатады, автор тасада қалып жатады. Инстаграм деген бар қазір әлеуметтік желі. Сол әлеуметтік желіге сол әнді салып едім. Ертесіне маған хат келді. Роза апа, осы әннің автор едім. Кеше сіз мен ауырып жүрмін деген әннің автор едім деп. Содан егер сізге ұнаса әндер берейін деп маған әндерін ұсынды. Әңгіме ол әндерді де емес. Әңгіме сол Әл-Фарабидің кешіне барғанда Қызылорда облысы Шиелі ауданына бардым. Кішігірім сахнада өзінің кешін жасады. Сол жерде бірінші қатар мен екінші қатарда отырған кісілер кеш бойына жылап отырды.
Мен түсінген жоқпын, неге жылайды. Кештің ортасына қарай белгілі болды. Әл-Фарабидің 14 жасында атасы да, анасы да көлік апатынан қайтыс болған екен. Сонда екі әпкесі, екі қарындасы осы Әл-Фарабиға қарап қалған екен. Қара шаңырақ бала болса да осы кішкентай өрімдей жасқа аманат болып қалған екен. Сол шаңырақты құлатпай, өзінің әнін де жүрегіндегі қағазға түсіріп, қайтпай келе жатқан бір қайсар ұл екен. Сондай жүректен туған жыр жолдар екен. Қашанғы бұлттай жабырқай берем, жарқ етейінші, найзағай болып деген сөз содан шыққан екен. Мен сол күні сахнаға шығып, өзімнің лебізімді білдіріп тұрып, айттым: Әл-Фараби, сенде ешкім жоқ деп ойлама, сенде мен бармын. Бүгіннен бастап мен сенің әпкеңмін дедім. Сондықтан бұл шығысым бір жұлдыздың, әншінің шығуы емес, Әл-Фарабидің осындай әпкесі деп қабылдаңыздар. Бүгін Әл-Фарабидің алғашқы ән жинағы шығып жатыр. Жарқ етейінші, найзағай болып деген атпен. Сол альбомның тұсаукесері болсын деп. Бүгін Әл-Фарабидің жарқ етейінші, найзағай болып деген бейнебаяны жарық көріп жатыр. Режиссері Батыр Моминов. Әл-Фараби өзі де ізденіп жүрген жігіт. Өзінің өнер жолын, өзінің соқпағын өзі салып жүрген жігіт. Бірақ байқасаңыздар, көзі ашылмаған бұлақ ұзаққа бара алмайды. Сондықтан менің ғана емес, сіздердің де қолдауларыңыз керек. Менің ғана емес, сіздердің де жүректеріңіз қосылса, қазақтың ән аспанда ары қарай қалықтайды деп ойлаймын. Сондықтан тағы да қош келдіңіздер. Сезімнің қуат көшіне ердім, өмірдің сынақ ісіне көндім, аңсаумен талай шаршаулы едім, ақыры сені түсімде көрдім, ақыры сені түсімде көрдім. Жүрушем сені айнала тұрып, алдартымда да болжамай толып, қашанғы бұлттай жабырқай берем, жарқ етейінші, найзағай болып, жарқ етейінші, найзағай болып. Айқайымдай жаңғырған әлім бойымда барда, алғыр талабым бұғаулы қолмен бұзып шығармын, шойын қақпалы тағдыр қамалын, шойын қақпалы тағдыр қамалын. Жүрушем сені айнала тұрып, алдартымда да болжамай толып, қашанғы бұлттай жабырқай берем, жарқ етейінші, найзағай болып, жарқ етейінші, найзағай болып.
жүрек жарла жаздап дариядай тасыр дархан көңілім дариядай тасыр ай оу дархан көңілім жүрушем сені айнала торып алдартымды да болжамай толып қашанғы бұлттай жабырқай берем жарқ етейінші найзағай болып жарқ етейінші найзағай болып жүрушем сені айнала торып алдартымды да болжамай толып қашанғы бұлттай жабырқай берем жарқ етейінші найзағай болып жарқ етейінші найзағай болып жарқ етейінші найзағай болып жарқ етейінші найзағай болып. Танымы бастау алған тереңдіктен, келбеті көркемделген кемелдікпен. Ассалаумағалейкум, қадірлі ел, ұлынан әсем әнмен өлең күткен. Қалмаймын мен өмірдің түнегінде, бақытым ел жұртымның тілегінде. Найзағай менің түрім үнімде емес, найзағай менің жұмыр жүрегімде. Салармын өнер үшін бар күшімді, табармын шын қазақи болмысымды. Игі өнерді сыйлап келген баршаңызға шын жүректен білдірейін алғысымды. Армысыздар патша көңіл көрермен. Роза әпкем осынау киелі шаңырақта кешіңді өткіземіз дайындал деген күннен бастап. Көп ойландым, көп толғандым, не айтсам болады, қалай шықсам болады деп. Ақыр аяғында бір шешімге бекідім. Әсіре қызыл тез оңар деген, ештеңені әсірелемей, тым әспеттемей, жалғандық, жасандылық танытпай, қалай бармын солай шығам деп ұйғардым. Сондықтан кем бетікке кешіріммен қарастыр ағайын. Келесі тыңдайтын әндеріңіз жақсының жақсылыңдайтын ұры тассın деген, менің көптеген өлеңдерім әнін жазған бауырым Үктай Ерниязов деген бауырымның әні, өзімнің сөзім орамал деп аталады. Қабыл алыңыздар. Басыңа соны сыйлап бара алмадым қасыңа, бөтен баққа қол созуға болмайды, сабыр көңілім алып ұш батасыма. Сендей арлы ару еді тілеуім, көрініп тұр бар екені күйеуің, орамалың құштарлықты орап тұр. Ұнатқан мен қалай сені сүйемін. Ата салтын сақтаған, жөн болмайды аңжаулықтан аттаған. Талай жігіт қиналар ед құмартып, болсаң егер сол жаулықты тақпаған. Сендей арлы ару еді тілеуің, көрініп тұр бар екені күйеуің, орамалың құштарлықты орап тұр. Ұнатқан мен қалай сені сүйемін.
жетпес жорғаның, арың әркез әппақ болсын ардағым. Қасиетіңнен айналайын орамал, ағаттықтан сақтап қалған қорғаным. Сендей арлы ару еді тілеуім, көрініп тұр бар екені күйеуің. Орамалың құштарлықты орап тұр, ұнатқан мен қалай сені сүйемін. Сендей арлы ару еді тілеуім, көрініп тұр бар екені күйеуің. Орамалың құштарлықты орап тұр, ұнатқан мен қалай сені сүйемін. Келесі тыңдайтын әндеріңіз «Әке анашым» деп аталады. Бұл тақырыпта ән жазуда, өлең жазуда өте ауыр мен үшін. Дегенмен езіле бермейін, егіле бермейін, еңсемді көтерейін деп көңілді бір леппен жазған әнім еді. Ата-аналарын қинап жүргенде, сыйлап жүргенде көріп жүрміз. Онсыз да күйіктіліктің құрсауында күйбеңдеп, ұл-қыздарын жеткізем деп маңдай терлер сорғалап жүрген ата-аналарымызға кішкене болса да құрмет болсын деп, сол кісілер тойларда билесін деп жазған әніме ағайын, қабыл алыңыздар. Әке анашым. Жаным айбыным ұраным менің, анашым ау байлығым бұлағым менің. Ақ тілеумен табылған тұмарым менің, тәлім алған адалдан, дарыныңнан нәр алған, тамырыңнан таралған құрағың едің. Әлпеш деген баласын, салған барлық шамасын, уайым жапқан санасын, әке анашым. Пейіліңді де саласын, мейірімді де боласын, барлығы да бала үшін әке анашым. Пейіліңді де саласын, мейірімді де боласын, барлығы да бала үшін әке анашым. Бермеген көтеріп салмақтың бәрін, өздеріңе құрметпен қызмет қыламын. Алғысыңмен биікте самғап тұрамын. Бала менен жылаған, бала менен жұбанған, бала менен қуанған ардақтыларым. Әлпеш деген баласын, салған барлық шамасын, уайым жапқан санасын, әке анашым. Пейіліңді де саласын, мейірімді де боласын, барлығы да бала үшін әке анашым. Пейіліңді де саласын, мейірімді де боласын, барлығы да бала үшін әке анашым. Әлпештеген баласын, салған барлық шамасын, уайым жапқан санасын, әке анашым. Пейіліңді де саласын, мейірімді де боласын, барлығы да бала үшін әке анашым. Пейіліңді де саласын, мейірімді де боласын, барлығы да бала үшін әке анашым. Әке анашым.
негізі көп нәрсе айтам дегем. Толқыған да бар, қобалжыған да бар, осы сахнаның киесі бар, иесі бар дегендей. Сондықтан шамалы өз-өзімізге келгенше ән айта тұрайық. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Өктай Ернияз бауырымның әні, өзімнің сөзім, кейіпкерім деп аталады. Біз енді сазгерлер, ақын жанды адамдар, лайдың арасынан гүл іздеп жүресің, даңғазаның арасынан ән іздеп жүресің дегендей. Қабыл алыңыздар, кейіпкерім. Шашып едім саған арай, кеткенің бе бағаламай, күткен сезім қайда кетті, бақ сыйлайтын жараламай. Бағам сонша төмендеді, не айырды сенен мені, күйік шерім өмірдегі, кейіпкерім өлеңдегі. Бағам сонша төмендеді, не айырды сенен мені, күйік шерім өмірдегі, кейіпкерім өлеңдегі. Қан бағасын жан құмары, көп айтылып тағдыр әні, шаттығымның тәтті күннің өткен шақта қалды бәрі. Бағам сонша төменбеді, не айырды сенен мені, күйік шерім өмірдегі, кейіпкерім өлеңдегі. Бағам сонша төменбеді, не айырды сенен мені, күйік шерім өмірдегі, кейіпкерім өлеңдегі. Бір басыңа жазам деушем шың басыңа, сен кеткесін мен де кеттім, үйреніскен бір досыма, үйреніскен мұң досыма. Бағам сонша төменбеді, не айырды сенен мені, күйік шерім өмірдегі, кейіпкерім өлеңдегі. Бағам сонша төменбеді, не айырды сенен мені, күйік шерім өмірдегі, кейіпкерім өлеңдегі. Күйік шерім өмірдегі, кейіпкерім өлеңдегі. Әл-Фараби Бегарысұлы, құрмет қошеметтеріңіз.